Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары 2-ші тоқсан бойынша алынатын үш бұрыштары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар және осы геометрия пәнінен бөлек алгебра және физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Жалпы оқушылар каналға жазылуды, лайк басып, өздерінің пікірлерінде қалдыруды ұмытпаңдар. Оқушылар 3 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмада суретті пайдаланып абысы үш бұрышынан төмендегілерді көрсетіңіз дейді. Оқушылар үш бұрыш медианасы, жалпы медиана дегеніміз оқушылар үш бұрыштың кез келген төбесінен қарама-қарсы жатқан қабырғаны теңдей екі бөлікке бөлетін кесінді. Мінекей, мұнда екі сызық берілген, теңдей екі бөлікке бөлінген, демек KH бізде медиана болады екен. Үш бұрыш биссектрисасы, жалпы оқушылар биссектриса ол бұрышты теңдей етіп екіге бөледі. Мінекей, мына бұрыш бізде теңдей етіп екіге бөлінген, демек LT болады. Үш бұрыш биіктігі, мұнда мінекей, биіктік деген ол үш бұрыштың кез келген төбесінен қарама-қарсы қабырғаға тік бұрыш жасап түсетін кесінді. Мінекей, мына белгі бізде тік бұрыш деген мағынаны білдіреді, демек LG болады екен. Келесі екінші тапсырмада оқушылар былай делінген: суреттегі берілгендерді және бұрыш ТА 40 градус екенін пайдаланып, адысы бұрышының градустық шамасын табыңдар дейді. Оқушылар, мұнда бізде абысы үш бұрышы берілген. Осы үш бұрыштың ішіндегі адысы тең бөлі үш бұрыш, себебі мұндағы екі қабырғасы тең екен, және мұндағы асы, ады және ДБ қабырғасы тең, және мұнда мінекей ДЕ биіктік екен. Сонда АДЕ және ДЕБ үш бұрыштары тік бұрышты үш бұрыш екен. Бізге табу керек мұндағы адысы, яғни мына бұрышты табу керек екен. Оқушылар, мұнда бізде адысы үш бұрышынан бөлек мұндағы АДБ үш бұрышы да тең бөлі үш бұрыш екен. Мұнда жазып қояйық: үш бұрыш АДБ тең бөлі үш бұрыш екен. Енді оқушылар, бізде бұрыш ДАЕ, яғни мұндағы АДБ үш бұрышының, мұнда мінекей ДАЕ мен мұндағы ДБЕ табанда жатқан екі бұрышы тең. Бұрыш ДАЕ тең болады бұрыш ДБЕ-ге. ДБЕ-нің мәні есептің өзінде берілген, яғни ДАЕ-нің мәні есептің өзінде берілген. Екеуі тең болатын болса, демек ол 40 градустан екен. Енді осы 40 градусты пайдаланып, және мұндағы БЕ-ді бұрышы 90 градус екенін пайдаланып, мұндағы АДЕ-ні тапсақ болады, яғни мына бұрыш тапсақ болады. Сонда бұрыш АДЕ-ні табу үшін өздерің білесіңдер, кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Сонда 180 градустан азайтамыз. Бұрыш ДАЕ мен бұрыш АЕ-ді қосып. АЕ-ді мінекей 90 градус. Сонда 180 градустан азайтамыз. Бізде ДАЕ 40 градус. Қосамыз АЕ-ді 90 градус. Екеуін қоссақ 130 болады, 180-нен азайтсақ 50 градус болады. Сонда оқушылар, бізде мұндағы мына бұрыш бізде 50 градус екен. Енді біз ЕДБ бұрышын тапсақ болады. Мына бұрыш тапсақ болады. Бұрыш ЕДБ-ны табу үшін тура сол сияқты 180 градустан, жаңағы үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус дегенді пайдаланып, бұрыш БЕ-ді қосамыз. Бұрыш ДБЕ-ге. Сонда 180 градустан азайтамыз. Бізде БЕ-ді мінекей 90 градус.
қосамыз ДБ-ні мінеки 40-ты қосамыз, сонда ол да тең болады екен 50 градусқа. Енді осыдан келіп бұрыш АД-сыны тапсақ болады. Яғни оқушылар АД-сыны табу үшін, яғни мына бұрышты табу үшін, мінеки мына бұрыш бізде белгісіз ғой. Өзден көріп тұрғандай мына бұрыш бізде жазыңқы бұрыш, сонда жазыңқы бұрыштың мәні 180 градусқа тең. 180 градустан азайтамыз АДЕ мен ЕДБ-ны қосып. Сонда 180 градустан азайтамыз бұрыш АДЕ мен ЕДБ-ны қосып. Мұны АДЕ 50, ЕДБ да 50. Сонда тең болады 80 градусқа. Енді оқушылар соңғы тапсырмасы, үшінші тапсырмада АБС үшбұрышының периметрі 28 см, БС қабырғасы АП қабырғасынан 2 есе кіші, ал АС қабырғасынан 2 есе үлкен үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығын табыңдар. Оқушылар, бізде берілгені бойынша периметрі 28 см-ге тең. Мұнда бізде АС белгісіз, оны X см деп алайық. Ал ВС қабырғасы осы АС-дан 2 есе үлкен деп тұр, 2 көбейтілген АС тең болады 2 көбейтілген X см тең 2X см деп аламыз. Ал бізде АБ қабырғасы ВС-дан 2 есе үлкен. 2 көбейтілген ВС тең болады 2-ні көбейтеміз, ВС бізде 2X см-ге тең. Сонда АБ қабырғасы бізде 4X см екен. Енді осы АС-ны, АВ-ны және ВС-ны қосатын болсақ, бізде периметр шығады. Бізде АС X см. Бізде мұнда табу керек АС, ВС және АВ-ны. АС X см қосамыз, ВС бізде 2X см қосамыз, АВ-ны, яғни 4X см-ді. Тең 28 см деп аламыз. Сонда мұнда бізде қосқан кезде 7X см шығады. Ол тең болады 28 см-ге. Сонда X-ті табу үшін 28-ді бөлеміз 7-ге. Сонда X тең болады 4-ге. Енді орнына қоятын болсақ, АС бізде X см еді. Яғни АС бізде 4 см болды. Ал ВС ол бізде 2X см еді. 2-ні көбейтеміз, X оны 4-ті қоямыз. Тең болады 8 см-ге. Ал соңғысы АС бізде АВ. АВ бізде 4X см. Екеміз 4-ті көбейтеміз. 4-ті көбейтеміз 4 см-ге, ол тең болады 16 см-ге. Сонда оқушылар жауабы АС 4 см, ВС 8 см, АВ 16 см. Шын мәнісінде осындай болатынын тексеру үшін периметр арқылы тексерсек болады. 8-ге қосамыз 4-ті 12, оған 16-ны қоссақ, мінеки бастапқыдағы периметр, яғни 28 см шыға келеді екен. Түсінікті оқушылар, егер түсінбеген сұрақтарым болса, немесе қандай да бір ұсыныстарым болса,
пікірге жазып қаласаңдар болады. Сау болыңдар.